Ұйымдастырылған іс-шараның мақсаты балаларға заманауи интернет алаяқтық, әлеуметтік желілердегі жалған ақпарат туралы түсінік беру, сондай-ақ оларды дер кезінде ажыратып, өз құқықтарын қорғауға үйрету болды. Кездесу барысында облыстық экономикалық тергеу департаментінің жедел уәкілі нақты мысалдар келтіре отырып, алаяқтардың жиі қолданатын амалдары банк қызметкеріміз жүлде ұтып алдыңыз деген сынды алдау тәсілдері екенін түсіндірді. В рамках нарратива президента «Закон и порядок» 2025 жылдың алғашқы айларынан ақ Қостанай облысы бойынша экономикалық тергеу департаменті жастардың қаржылық сауаттылығын арттыруға ерекше ден қойды. Бұл бағытта ұйымдастырылған ауқымды форум соның айқын дәлелі. Аталған іс-шарада қазіргі қоғамда жиі кездесетін қаржылық алаяқтық түрлері, олардың алдын алу жолдары және жастардың құқықтық сауатын жетілдіру мәселелері кеңінен қозғалды. Алаяқтыққа қарсы сақтық дағдыларын дамыту шараларын меңгеру үшін балаларға арнайы ойындар мен жағдаяттық тапсырмалар өткізілді. Жастардың көпшілігі қазір алаяқтарға тропер, яғни қаржысын шығарып беруші болып жұмыс істейді. Мамандар дроп болудың алаяқтық схема екенін түсіндірді. Ну, наверное, это когда тебе... Бізде мұндай дәрістер жиі ұйымдастырылады. Балалар үлкен өмірге қадам басқан соң өмірдің сан қилы сынақтарына тап болу мүмкін. Сол сәтте дұрыс таңдау жасап, оң шешім қабылдау мақсатында осындай тәжірибе ауадай қажет. Әр адам алаяқтардың құрбанына айналмау үшін алдын ала дайын болу тиіс. Сондықтан бүгінгі таңда облыстық экономикалық тергеу департаменті Қостанай қаласындағы 5 жоғары оқу орны мен 4 колледжде қаржылық қауіпсіздікке арналған дәрістерді белсенді түрде жүргізуде. Бұл дәрістерге қатысқан студенттердің саны 4500-ден асты. Олжас Есенжігітов, Дильназ Изделуева, Алау телеарнасы.